Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұртана. Бүгінгі видеода осындай керемет таңғы дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің Instagram парақшам және YouTube каналдарыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылай ең алдымен гречкамызды қайнатып аламыз, одан кейін барып картошканы қайнатып аламыз. Жақсылап тұрып суға салып, кішкене тұз, май қоссаңыздар да болады. Және де күрішімізді де қайнатып аламыз. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Және де мына жақта бізде картошканы бірнеше бөліктерге бөлеміз, өйткені оны былай жасау қиын болады, ал мына жақта менде котлет. Ол котлеттің рецептісі менің Instagram парақшамда да, YouTube каналымда да бар. Мінекей осылайынан картошкаларымызды миксерлеп аламыз. Миксерлеудің пайдасы ол бізде күшті болып шығады да, и мынандай түйіршік болған кезде үстінен сұйық май құйып жіберсеңіздер де болады. Міне котлеттер барлығын қойып, жақсылап біздің таңғы асымызға дайындауға кірісеміз. Мінекей достар, енді бұны өз қалауларыңызша десеңіздер болады. Бетіне кетчуп, майонез, өз қалауларыңызша әрине. Мінекей достар, осымен менің рецептім аяқталды. Міндетті түрде менің каналыма, Instagram парақшама тіркеліңіздер.